Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Егер сіздің шашыңыз қайызғақтанып, түптері осылай жиі майланатын болса, үй жағдайында одан қалай құтылуға болатын жайлы бүгін толық ақпарат алатын боласыздар. Егер де осындай сізге күтім, бет күтімі, шаш күтімі жайлы толық ақпараттар керек болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол жерде әртүрлі видеодан өзіңізге керегін таңдап алсаңыз болады. Ал енді біз бүгін шаштың майлылығын және қайызғақтан үй жағдайында қалай кетіруге болатын толық білуге кірісейік. Бәрімізде жиі кездесетін проблема ол бас терісінің майлануы және де қайызғақтануы және де шашымыздың жиі түсуі. Негізгі оның барлықтарының сұрағының жауабы бір затта, яғни ол пилинг. Пилинг жасайтын болсаңыз бас терісін тазалап, майлануын жоясыз, қайызғақтануын жоясыз, сол кезде шашыңыз жаңағы түсейін тұрған шаштарыңыз, әлсіз шаштарыңыз түсіп, орнына жаңадан шаш тезірек өсіп көбейетін болады. Ол қалай жұмыс жасайды десеңіз, ол пилинг деген не екенін білу қажет болады. Пилинг дегеніміз ол бас терісіндегі проблемаларды тезірек жуып шайып, яғни орысша айтқанда глубокое очищение жасауға көмектеседі. Мысал ретінде түсінікті болу үшін не себепті шашымыз майланады? Біздің күнделікті жеген тамағымыз, терілеуіміз, ағзадағы артық заттардың бәрі шаштың түбіне май болып шығып, шаштың ұрығында жиналады. Ал қайызғақ дегеніміз оның екі түрі бар, жиі кездесетін. Ол ең алғашқы, ол дұрыс күтім жасамау, дұрыс басты жуып салдарынан пайда болады. Екіншісі ол генетикалық, яғни сіздің бас терісіңіз құрғақ болу салдарынан әрдайым қайызғақ шығып тұрады. Ал үшіншісі ол уже ауруға жатады, псориаз, ол қабықтанып, жараланып шығады. Соны жою үшін де міндетті түрде пилинг жасау керек. Ал үшінші шаш не үшін түседі десеңіздер, шаштың түбіндегі майлар жиналып, шашымызды забивать етіп, кожасын не болмаса қайызғақтар жиналып, кожамызды забивать еткен кезде біздің шашымыз әлсізденіп түсе бастайды және сол поралар жабық болған себептіктен жаңадан шаштардың өсуі қиындай түседі. Сол себепті міндетті түрде пилинг жасау қажет. Ол қалай не және жұмыс жасайды десеңіз, әрі қарай тыңдаңыз. Яғни, пилинг жасаған кезде сіз басыңыздағы барлық проблемаларды бір материалмен жоясыз. Сол кезде шаштың түбін терлеуін, майлануын жоясыз, қайызғақтануды жоясыз. Сол кезде таза басқа шашыңыз, әлсізден тұрған шаш тезірек түсіп, жаңадан таза теріге, ауруы жоқ, қабынбаған теріге шаштың шығуы салдары көбейе бастайды. Вероятность көбейеді. Оны қалай жасаймыз? Пилингті алып, шашты проборға бөліп, осылай жағып шығамыз. Және де оны осындай үйқалау арқылы бас терісіне сіңдіреміз. Сол кезде біздің шашымыздың түбіндегі жиналған майлар, қайызғақтардың бәрі жақсылап көтеріледі. Бұл процедураны қалай жиі жасауға болады? Егер де сіздің басыңызда қайызғақ өте көп және қалың мөлшерде шығатын болса, кемінде арасына апта салып 3-4 рет жасауға кеңес беремін. Ал егер де қайызғақ өте көп емес, бірақ кішкене бар болса, 2 рет жасалу жеткілікті. Осылай 2 рет жасап, жылына 3-4 рет жасауға болады. Мысал ретінде, айына 2 рет жасайсыз, 1-2 ай демаласыз, 1-2 айдан кейін тағы да 1 айдың ішінде 2 рет жасап, тағы да 1-2 ай демаласыз. Сол кезде сіздің бас терісіңіз үнемі таза, күтілген болады. Соның әсерінен шашыңыз жақсы, қалың болып өсіп, түбі майланбай, қайызғақтанбайтын болады. Ал бұл пилингті кімдерге болады деп сұрайтын болсаңыздар, ешқандай кері әсері жоқ. Сол себепті 3 жастан жоғары балалардың бәріне болады. Яғни, үлкен кісілер, екіқабат, емізулі әйелдер бәріне болады. Ешқандай кері әсері, зияны және жағымсыз иісі жоқ. Міндетті түрде жылына кем дегенде 3-4 рет жасайтын болсаңыз, бас терісіңіз дені сау,
шашыңыздың түбі здоровый дейді ғой, яғни сау, мықты болып өседі. Сол кезде шашыңыздың ұзындығы жылтырап, табиғи сұлу болып тұрады. Ал осы Урбан фирмасының скрабы ашылғаннан кейін 1 жылға дейін жарамды. Бұл пилингті қайдан аламыз деп сұрақтарыңыз болса, менің каналыма өтсеңіздер, менің номерім жазылған. Сол номерге хабарласып, Қазақстан бойынша жеткізу бар. Тек қана Қазақстан бойынша. Осылай массаж жасаймыз 10-15 минут. Уқалап, тек қана мынау тырнағымыздың жұмсақ жерімен, саусағымыздың жұмсақ жерімен тырнауға болмайды. Қай жағдайда жасауға болмайды? Шашыңызды бояғаннан кейін арасын 10 күн салып тек қана жасайсыз. Не болмаса пилинг жасағаннан кейін шашыңызды 10 күннен кейін бояуға болады. Ал кератин, ботокс жасаған кезде сонымен бірге сразу жасап алсаңыздар, ешқандай зияны жоқ. Осылай мен түбіне скраб жасап қойып, пилинг жасап қойып, ұзындығына маска жасаймын. Ал мен жаңағы пилингті әбден жасап жағып қойдым. Енді шашымда 15-20 минут ұстаймын. Ұзындығына маска жағып бірге 15-20 минут ұстаймын. Одан кейін күнделікті пайдаланып жүрген шампуньмен жуып, бальзаммен шайып жібереміз. Егер де сізге толық ақпарат қажет болса, мен қазір осы видеоның астында описанияға жазып кетемін. Сол жерден бәрін оқып алсаңыздар болады, егер сізге бір нәрсе түсініксіз болса.